қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осы уақытқа дейін хит болған тәтті, яғни муравейниктің видеосын көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, үйреніп алыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сармайды осылай бөлік-бөлікке салып, қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бір массаға келгенше. Содан кейін жұмыртқамызды салып, тағыда миксерлеуді жалғастырамыз. Жақсылап миксерлеп алғаннан кейін бір шай қасық қопсытқышпенен ұнды араластырып салып жібереміз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Содан кейін бірден қамыр елеп тастауға тырысыңыздар. Қайта-қайта қолмен езе берсеңіздер, қамырыңыз резинка сияқты созылатын болып кетеді. Жұп-жұмсақ етіп, тез-тез қамыр елеп тастау керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды, өте жұп-жұмсақ. Қамырыңыз қаншалықты жұмсақ болса, сіздің муравейнигіңіз соншалықты дәмді, жұмсақ болып шығады. Біз оны пакетке салып, холодильникке қалдырып қоямыз 3 сағатқа, немесе морозильникке 1 сағатқа қалдырсаңыздар болады. 3-4 сағат уақыт өткеннен кейін біз тестамызды холодильниктен аламыз. Егер сізде терканың ірітісі немесе мясорубка болса, сіздің жұмысыңыз оңайласады, яғни тез бітетін болады. Менде екеуі де жоқ болғандықтан мен қамырды осылай 4-ге бөліп, жақсылап жұп-жұқа етіп жайып алатын боламын. Қамырымызды 1-2 мм қалыңдықта жайып алуымыз керек. Міндетті түрде ұн сеуіп отырып жаюға кеңес беремін. Кескен кезде оңай кесілетін болады. Ешқандай кедергі, қиындық жоқ. Егер сізде терка болмаса, немесе мясорубка болмаса, осылай жайып кесіп алсаңыздар болады. Дәл мясорубкадан шыққан сияқты болып пісетін болады. Міне біз қамырымызды кесіп алып жатырмыз. Осылай жақсылап кесіп алып, содан кейін листке пергамент салып, үстіне қатар-қатар етіп тізіп салып шығу керек. Біз бір тестаны жайып осылай кесіп алдық. 200 градуста 10-15 минут көлемінде пісу мүмкін. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан өз духовкаңызға қарай градусына қоясыз және уақытына қоясыз. Біздің кесіп алған корждарымыз, қамырларымыз дайын болды. Осылай крошкаға дейін жақсылап қолменен езіп шығасыздар. Осылай сап-сары болып пісу керек, күйіп кетпей, немесе аппақ болып қалмау керек. Осылай сап-сары етіп болып пісу керек. Енді біз оны жақсылап езіп алғаннан кейін, крошкаға дейін езіп алғаннан кейін ыдысқа саламыз. Енді оған араластыратын вареная сгущенка менен ерітілген сармайды бірге араластырып аламыз осылай бір ыдыста. Жақсылап бір массаға дейін араластырып алу керек. Енді сгущенкамызды крошканың үстіне құямыз. Ең алдымен жартысын құйып аласыз, жақсылап араластырып алу керек. Жартысын араластырып болғаннан кейін екінші қалған жартысында құйып жіберіп, толық араластырамыз. Жақсылап ара-арасына сіңіп кету керек. Дәл осылай араластырып алуыңыз керек. Содан кейін біз муравейниктерді қалыпқа келтіреміз, яғни формаға келтіреміз. Менде түбі ең кішкентай ыдыс осы болғандықтан, мен осы ыдыстың түбіне 1 қасық, 2 қасықтан сала отырып форма жасадым. Сіздерде бұдан да кішкентай ыдыс болса, муравейниктер өте әдемі көрінеді. Сондықтан өз қалыптарыңызға қарай жасасаңыздар болады. Сосын жасап жатқан қалыбыңызды, ыдысыңызды міндетті түрде түбін сулап, осылай суға шайып отырыңыздар. Сол кезде муравейник алған кезде өте оңай алынады, сізге ешқандай қиындық тудырмайды. Міне осылай алған кезде оңай алынатын болады. Міне біз муравейниктерді осындай формаға келтіріп алдық. Міне біздің муравейниктеріміз өз формасына келіп тұр. Біз бұны бірден холодильникке қоймаймыз, өйткені сгущенка қатып қалады да, қамырға сіңбей қалады. Сондықтан бөлме температурасында қалдыруға кеңес беремін. Таңертең тұрғанда өте жұмсақ болып, таңғы шайға өте жұмсақ, нәзік болып тұрады. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар.